Армысыздар, бүгінгі шараға қатысушы қонақтар, мен байқап отырмын, мына жерде Шығыс Қазақстанды және де еліміздің әр жерінен, Қарағандыдан, Батыс Қазақстаннан қатысып отырған қонақтарымыз бар екен. Қош көрдік сіздерді. Бүгінгі шарамыз сіздер мен біздер үшін бір танымды, үлкен, тағылымға толы шара болады деген мақсатпен бейнелекциямызды бастайық. Қош келдіңіздер шарамызға. Құрметті қатысушылар, Семей қаласындағы Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасы жыл басынан бері Алаш онлайн жобасын ұйымдастырып келеді. Бұл жобаның негізгі мақсаты ұлтымыздың тәуелсіздігі жолында аянбай еңбек еткен алаш арыстарының еңбектерін, олардың шығармашылықтарын пайдаланушыларға таныстыру болып табылады. Міне осындай мақсатта біз жылдың басынан бері еліміздегі және де шет елдерде жүрген зерттеушілерімізді, ғалымдарымызды, алаштанушыларымызды, музейдің қызметкерлерін осы шараға қатыстырып, өздерінің аузынан бейне лекцияларды біз оқырман қауымға таныстырып, осылай ақпаратқа қол жетімділіктерін арттырып отырған жайымыз бар. Міне осындай мақсатпен әр сәрсенбінің сәтінде біздің Алаш онлайн жобасы жүзеге асырылады. Бүгінгі сәтті күндегі тақырыбымыз Батыс Алашорданың астанасы Жымпиты деген тақырыпқа арналып отыр. Бұл тақырыпты алу себебіміз біздің шығыс өңіріндегі қай жерде де болсын пайдаланушыларымыздың, оқырмандарымыздың бірі білсе Жымпиты жерін, ол жерде алаш арыстарының табанын тиген жері екендігін, сол жерде талай құжаттар, маңызды ақпараттар бар екенін оқырмандарымыздың барлығы бірдей біле білмейді. Міне сондықтан да осындай ақпаратқа сіздердің қол жетімділіктеріңізді арттырайық деген мақсатпен біз Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданындағы Жымпиты ауылындағы Сырым Датұлы атындағы тарихи өлкетану музейінің меңгерушісі Ойшыбаева Айнагүл Мағауияқызын осы шарамызға шақырған болатынбыз. Айнагүл Мағауияқызы, өзіңіз қатысып отырсыз. Қош келдіңіз дейміз сізге. Бүгінгі шараға қатысуға ниет білдіргеніңізге сізге көп рахметімізді айта отырып, сөз кезегін өзіңізге береміз. Егер туындаған сұрақтарымыз болса, біз өзіңізге қоя отырамыз. Енді құрметті қатысушылар, мен тағы да сіздерге ескертіп өтемін. Бүгінгі біздің шарамыз 40 минутқа арналады. Сондықтан да бейнелекцияны мұқият тыңдауларыңызды өтінемін. Артынан қайтадан көрендеушілерге біздің бейнелекциямыз Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасының сайтындағы Алаш электронды кітапханасының қорына жазылып сақталынады, қайталап көрулеріңізге болады. Сондықтан да Айнагүл Мағауияқызы, сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Армысыздар. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Абай атындағы Қара шаңырақтың бүгінгі тұтқасын ұстап отырған абзал әріптестер, баршаңызды да осы жасап жатырған жобаларыңыздың сәтті өтілуімен және осы алаш арыстарына деген жанашырлықтарыңыз үшін мың мәрте басымызды иіп, жалынды сәлемімізді өзіміздің Батыс Алашорданың астанасы сонау Жымпитыдан жолдауға рұқсат етіңіздер. Менің бір өтінішім болып тұрғаны, мына жерде қосылып жатырған қыздардың барлығының экранға суреттері шықса, бейнелері көрініп отырсақ бір-бірімізге, бұл зумның бір несі, адамдар бірін-бірі осылай көріп отыру үшін онлайн дәрежеде. Сол сияқты мына жерде қосылып отырған азамат жас жігіт отыр, көп рахмет. Барлық қосылып отырушылардың бет бейнелерімен қосылуларын сұраймыз экранға. Енді Батыс Алашорда дегенде әрине барлығы Жымпитыны айтып жатады, бірақ соған қарамастан Алашорда тарихы сонау өткен ғасырдың 19-20 жылдарында ғана басталған жоқ. Бұл қазақ халқының әу бастан тәуелсіздік жолындағы ұлы күресі мен мақсаттарының тоғысқан және соның дүмпуінің шарықтаған кезеңі болды деп айтуға болады. Жалпы біздің Жымпиты өңірі Батыс Қазақстан облысындағы ең ірі тарихи үлкен аймақтардың бірі болып табылады. 9 жолдың торабында орналасқан біздің ауданымыз сонау
ұлы жібек жолынан бермен қарай бастау алатын талай тарихты қойнауына сіңіріп жатырған асыл аймақ. Біздің өлкемізді бастаған кезде, Жымпитын айтқан кезде біздер бірінші Сырымнан бастау алатын әңгімені бастайық. Жалпы Сырым ұлт азаттық көтерілістің негізін қалаған дала реформаторы болса, Сырымнан кейін араға 150 жыл салып, Алаштың ақтаңдақ жасыл туын көтерген де біздің жымпитылық азаматтар болатын. Алашорданың туы бірнеше жерде тігіліп, сонау Торғай менен Семейден және жалғасын Жымпитыдан тапқан кезде барлық азаматтардың, алашты азаматтардың негізгі мақсаты менен міндеті ол осы елімізге тәуелсіздік алып беру болатын. Сондықтан да туған жер-ай, күнімде сен, дінімде сен, тағдыр сендей сүйесе сүрінбесем, керегі жоқ басқа тақ, басқа абырой, жетіп жатыр өзің тек ұлым десем деп Қадыр Мырзалиев жырлағандай, алаш арыстары туған жерлерінің абзал ұлдары болуға атсалысты, және олар өздерінің қызметтерін мінсіз атқарды деп есептейміз. Өткен ғасырдағы болсын, одан алдындағы жылдар болсын, қазақ халқының тарихында қанмен жазылған тарихтың бір парасы біздің Жымпитыдан басталатынына дау жоқ. Өткен сол бір 20-шы, бірақ бір жыл 9 ай ғана өмір сүрген алаш үкіметі біздің қазақ даласындағы ұлы төңкерістердің басы қасында болды. Сырымнан бастау алған ұлт азаттық көтерілістің жолы, жеңісті жолы алаш қайраткерлерінің сол кездегі үкімет құруымен тұспа-тұс келді. Сол уақытта бізде, өздеріңіз білесіздер, Жаһанша Досмұхамедұлы, Қалел Досмұхамедұлы бастаған алаш арыстары атқа қонып, Бақтығали Бесенов секілді, Дәулетші Құсепқалиев секілді, Ахмет Мамедов секілді, Атшыбаев секілді қаншама алаш арыстары біздің батыс өлкенің бойында ел қондыруды және сол елді тәуелсіздік жолына бастауды мақсат мұрат етті. Бүгінгі таңда біздің ауданымызда алаш арыстарының табаны тиген және олар жұмыс жасаған ғимарат сақтаулы тұр. Өздеріңіздің Семейдегі Мұхтар Әуезов атындағы ғимарат қазіргі музей болып отырған, қалай қызмет етсе, дәл сондай ғимарат бізде де бар. Бұл екі ғимарат біртүрлі бізге тарихымен де егіз сияқты, өздерінің орналасуымен де, атқарған қызметімен де өте егіз, ұқсас және ортақ тарихты қамтитын асыл ғимарат болып табылады. Тарихтағы бұл ғимарат бүгінгі таңда 100 қасиетті нысанның тізіміне енген. Сонымен қатар мемлекеттік қорғауға алынған, алаш арыстарынан қалған санаулы ғана ғимараттардың бірі және бірегейі болып табылады. Біздің музейіміз сонау осыдан бірнеше жыл бұрын біздер Жаһанша Досмұхамедұлының 125 жылдығын атап өткен болатынбыз. Сол кезде біз алаш арыстарына арналған ғимаратты өзіне қайтарып бердік. Сол ғимаратта бүгінгі таңда алаш арыстарына арналған өзіміздегі қолдағы бар жәдігерлермен музей өз жұмысын жалғастырып келеді. Жымпиты дегенде Жаһанша, Жаһанша дегенде Жымпиты, бұл екеуінің егіз ұғымға айналғанына біраз уақыт болды. Шыны керек, 100 жылдан астам уақыт өтіп жатса да, сол жылдардан бермен қарай талай су, талай уақыт өтіп, талай нәрсе болып жатса да, тарих өзінің дөңгелегін бір айналдырып өткен жаққа соқпағымен бұратыны аян. Себебі біз артымызға бұрылып қарамай, өткенімізді білмей, болашағымызды болжауымыз мүмкін емес. Сондықтан да Торғай Алашорданың табаны болса, Семей оның басы, ал Жымпиты оның жолыны болып қала береді. Бұл теңеуді мен айтқан жоқпын, Әнес Сарай ағамыз айтқан. Сондықтан да ұлы ойшылдар менен ғұламалардың, мынау Әбіш Кекілбаев секілді, Әнес Сарай сияқты алаштанушы, зерттеуші тарихшылардың барлығы біздің өңірімізге ат басын бір бұрмаған кездері болған емес. Осы тәуелсіздік жылдарындағы 30 жылдың ішінде біздер Сырым датұлының 250 жылдығын, 260 жылдығын, 275 жылдығын, міне алдағы жылы 280 жылдығын тойлағалы отырмыз. Осы аралықтың барлығында да біздер өңіріміздің, жалпы қазақ елінің түкпір-түкпірінен осы тарихшыларымызды өз елімізде қуана қарсылап және өздерінің айтар ойлары менен, тұшымды пікірлерімен бөлісіп, үлкен-үлкен жиындар мен конференциялар өткізіп келеміз. Алдағы жылы да мінекей Сырымның 280 жылдығы мен Жаһанша Досмұхамедұлының 135 жылдығы тағы да тоқайласып отыр. Бұл дегеніміз тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында мінекей Жымпиты жерінде тағы да дүбірлі той болады деген сөз. Тағы да абзал азаматтарымызды, алаш арыстарымызды тағы бір мәрте еске аламыз деп ойлаймын. Бірақ бұл шаралар жылма-жыл жалғасын табатын, өзіндік бір соқпағыменен, ізіменен келе жатырған үлкен ауқымды жоба болып қала береді. Себебі алаш тарихы ол мәңгілік, алаштың идеясы ол мәңгілік.
Өздеріңіз білесіздер, батыс алашорданы зерттеушілеріміз көп болған жоқ, басында тәуелсіздік алған жылдардан кейін. Жалпы біздің Жымпиты өңірінде өзіміздің жерлес өлкетанушымыз Зайсан Досболатұлы ағамыз ең бірінші жанша деген кішкентай кітап шығарған болатын. Содан бастау алған зерттеушілік тарихшылардың қызығушылығын оятып, өзіміздің өлкеміздегі тарихшыларымыз бет бұра бастады. Олар Дәметкен Досмұхамқызы бастаған, Равиль Мажитов сияқты ағаларымыз қостаған алғашқы батыс алашорданың деректері там-тұмдап жинала бастады. Сөйтіп оны республикадағы, еліміздегі танымал тарихшылардың құлағына жетті. Кейін Мақсат Тәжмұрат секілді, Өмірзақ Озғанбаев ағамыз секілді, Кеңес Нұрпейісов, Мереке Құлкенов секілді ағаларымыз батыс алашорданың, соның ішінде Жаһанша мен Халелдің тарихына қалам тербей бастады. Біраз азаматтар, елімізге танымал тұлғалардың барлығы осы біздің тарихымызды зерделеуге өзіндік үлестерін қосып келеді. Жалпы семейліктердің бір алдыда келетіні, сіздерде Алаштану орталығының бар екенін білеміз. Сол Алаштану орталығының жасап жатырған қызметі, атқарып жатырған қызметтері, шығарып жатырған кітаптары барлығы да үлкен келесі ұрпаққа дүние болып қалатын мол мұра. Сол дүниенің жалғасын тауып, біздер де осы Құттақанай ауылда отырып, өзіміздің еңбегімізді қосып, және осы музейіміз арқылы алаш қайраткерлерін күллі әлемге, осы қазақ еліне таныту біздің бүгінгі мұратымыз секілді. Себебі замана көші қанша жерден өзгерсе де, қазақтың бойындағы бір қан ол тәуелсіздікке ұмтылу болды. Енді біздің бар арманымыз осы тәуелсіздігімізді осы қалпында сақтап қалу және туған жерімізді көркейту. Ал жас ұрпақтың бойына берілетін әрбір білім, берілетін тәрбие құралы, оның барлығы біздің мәдениет ошақтары арқылы, білім ошақтары арқылы жүзеге асады. Қазіргі таңда білім беру орталықтары, колледждардан бөлек, мектептерден, жоғары оқу орындарынан бөлек осы адамдарға тәрбие беру орны бұл музейлер болып табылады. Сіздердің жобаларыңызда музейлерменен жасалып жатырған байланыстарыңыз бізді бек қуантады. Қанша жерден адам баласын кітап оқытуға итермелеп және соған жан-жақты насихат жасалса да, адам баласы сол тарихты көзбен көруді аңсап тұрады. Кітапта жазылған тарихтың бір парасы немесе үзігі бұл музейлерге сақталады. Сондықтан да біздің тарихи музейіміз келген адамдарға өзінің есігін айқара ашып отыратын және көрген адамдарды тамсандыратын асыл аймақ. Себебі бұл жерде алаш қайраткерлерінің рухы бар, бұл жерде алаш арыстарының табаны кие бар, бұл жерде топыраққа тамған қан бар, бұл жерде алаш арыстарынан қалған сыр бар. Сол сырды көргісі келетін, үңілгісі келетін кез келген азамат біздің елімізге қош келеді деп айтқымыз келеді. Біздің енді шағын презентациямыз осы алаш музейін көп кісі айтып жатады, өзіміздің парақшамыздан көрсетіп те жатамыз, бірақ қазір өздеріңізге сол біздің шағын музейімізді бір аралап шығуға шақырамын. Жымпиты жерінде сырымнан кейінгі дүмпулі оқиғалардың бірі бұл Алашорда оқиғасы деп білеміз. Сол Алашорда тарағаннан кейін біздерде уезд құрылды, Жымпиты уезі. Одан кейін 21-22 жылдары, қазіргі 100 жыл бұрынғы уақытқа соғатын болсақ, ең бір қиын жағдай бұл ашаршылық жылдары болды. Халықтар үлкен аштыққа ұшырап, шыны керек өте бір қиын замандар дүниеге келді. Одан кейін 36-37 жылдар жаппай қуғын-сүргін кезеңі басталды. Қазіргі таңда республикамызда қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөнінде үлкен комиссия құрылды. Және ол комиссиялар өңірлік комиссияға ұласты. Және облыстан бөлек жергілікті аудандақта комиссиялар құрылды. Біздің ауданымызда да осындай комиссия жұмыс жасайды. Қуғын-сүргін құрбандарын ақтау, ашаршылық жылдары қаза болған азаматтарымызды түгендеу, бұл біздің тарихымыздың бір жазылмаған ақтаңдақ беттері. Осы парақтар ашылатын болса, сол азаматтарымыздың аты жарқырап тарих сахнасына қайтадан оралатын болса, міндетті түрде біздің тарихымыз қалыңдай бермек. Және сол азаматтардың аруағы бір аунап түсер деген ойдамыз. Ақталмаған азаматтарымыздың да бар екенін, ақталған жағдайда да ол кісілердің есімдерін көбіміз біле бермейтініміз әмдеге аян ғой. Сондықтан да осы комиссиядан біз үлкен үміт күтеміз. Өздеріңіз білесіздер, елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының аясында 20-25 архив 20-25 деген бағдарлама іске қосылды. Осының арқасында құпиясыздандыру жұмыстарымен айналысып жатыр архивтер. Бұлар да бізді, бұл да мәселеде бізді қуантады. Енді әлі де болса бұл жерде жұмысты қолға алатын, дамытатын тұстары өте көп деп есептейміз. Тыңдау сатыда тарихи өлкетану музейі алаш қайраткерлеріне арналған музей
жеткізіледі. 20-шы ғасырдың басында тәуелсіздік үшін жандарын құрбан еткен алаш арыстарының тарихынан сыр шертетін ғимарат бүгінде киелі қалта картасының 100 нысанының бірі әрі Көпес Таракан бұл ғимаратты 1867 жылы салдырған. Осы ғимарат 1919-20 жылдары бас алашорда қызмет етті. Үкімет басшысы Жақаша Досмұхамедов бастаған біраз алаш қайраткерлері, Сәкен Сейфуллин, Бақытжан Қаратаев, Бақтығали Көкенов секілді тұлғалар осы ғимаратта жұмыс жасаған еді. Бұл ғимарат тарихының тірі куәгері, сырға толы рухани дүние. Музейіміз негізінен 4 залдан тұрады. Алғашқы залымыз хатшы бөлмесіндегі 20-шы ғасырға тиесілі әлде жазу машинасы мен хатшының орнына 4 таспалы сурма, айна, кішігірім жинаус жасайтын қоңыр айшықты үстел және жар сағаты қойылған. Сонымен қатар бұл бөлмеден 1907-1917 жылдары аралығында 1926-1927 жылдарға дейінгі әртүрлі аймақтарда өткен түрлі толқулардан түсірілген фотосуреттер, алаш офицерлері және олардың қолданған қару-жарақтары жаһанша тануға арналған екінші залымыз Досмұхамедұлдарының жұмыс кабинеті. Бұл залдан екі Досмұхамедұлдарының муляждары орналастырылған және бірнеше экспозициялар бар. Олардың ішінде баспасөз тарихы, қален мен жаһаншаға арналған тез өткен орындар мен алаш дәрігерлері туралы тоқтамаларды болады. Бұл залдағы түпнұсқа бірнеше құнды дәрігерлерді көруге болады. Олар жаһанша Досмұхамедовтың Мәскеудегі үйінде тұтынған кілемі мен сырының ұрпағы Омардың салығы пайдаланған кілем және тезде ойнаған Николай Кирьяниннің скрипкасы. Ғимараттың төменгі қабатындағы екі зал 20-шы ғасырдағы тұрмыс тіршілікке арналды. Ол жерден студенттік оқушылары зингерцеген машинасы, жиһаз бұйымдары мен ас жабдықтарын көре аласыздар. Ауданымыздың айнасына айналған Алаш музейіне келіп тарихтың тереңіне үңілуге сіздің де мүмкіндігіңіз бар. Алаш музейі сізді күтеді. Құрметті кітапхана ұжымы, сіздер деген біздің қазақ еліндегі үлкен қара шаңырақсыздар. Сіздердің атқарып жатырған еңбектеріңіз ұшан теңіз. Осы жобаның аясында алаш арыстарын түгендеп, оңтүстігі бар, батысы бар, басқа да өңірлерде шығысы бар алаш қайраткерлері туралы абзал материалдарды жинақтауда атқарып жатырған қызметтеріңіз шын мәнісінде орасан деп айтуға болады. Сондықтан да жобаларыңызға сәттілік тілейміз. Біріншіден, қатысып отырған қыздардың бірде-біреуін көре алмадық дей тұрғанмен де бізге айтылатын тілектеріңіз болмаса, сұрақтарыңыз болса, қалған уақытта соған сұрақ жауапқа жалғастыруға болады. Жалпы жаһанша менен сырымның тарихы өздеріңіз білесіздер 3 ғасырға алмасып жатырған кезеңді қамтығандықтан айналдырған жарты сағаттың ішінде бұл әңгімені түгелдей тауысу мүмкін емес. Жалпы тарихты көру үшін музейге келу керек, ал ол нәрсені білу үшін кітапханаға бару керек. Сондықтан да қазақ еліндегі барлық жастарды, әсіресе осы іспен айналысып жүрген жас студенттерді, мектеп бітіретін жастарды міндетті түрде кітапханамен және музеймен дос болуға шақырамыз. Барлықтарыңызды көргенімізге өте қуаныштымыз. Сонау Семей халқы біздің Шымпитаға көшіп келгендей болып қуанып отырмын. Сондықтан да сіздер де біздің елге келесіздер деген ойдамыз. Себебі алдағы жылы жаһанша атамыздың 135 жылдығы келе жатыр. Сіздер де үлкен шаралар қолға алмақ деген ойдамыз. Жалпы бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына пандемиялық кезеңнен аман есен өтіп, елдегі мамыражай бейбіт заман өз қалпына келсін деп тілейміз. Сондықтан да барлықтарыңызды осы экран арқылы ғана емес, бетпе-бет көруді нәсіп етсін деп тілеймін. Сұрақтарыңыз болса. Айнагүл Мағауияқызы, уақыт тез өтіп кетті, 9 минут уақытымыз бар екен. Сондықтан да біз сіздің жаңағы көрсеткен музейдің ішіндегі деректер туралы сұрасақ. Қандай құжаттар сақталынған сіздерде, әсіресе кімдік сақталынған, олар қайдан алынды? Музей қорында құжаттар бар. Олардың да түсу жағдайлары өте қызықты, әртүрлі. Сіздерге деген тарихшыларымыз айтамыз ғой, жиі ат басын бұрады деп. Көбіне келгенде әрбір тарихшы архивта жұмыс жасаса, бізге қатысты архив материалдарын тапсырып отырған. Маған дейін де солай болған. Музейде, біздің музейдің 20 жылдан астам тарихы бар шағын музей. Бірақ соған қарамастан архив құжаттарын жинаумен айналысып келеді о бастан. Сондықтан да сырым тарихын Қажығали Мұхамедқалиұлы тапсырған болса, алаш қайраткерлеріне арналған архив материалдары бізге тарихшылардан түскен. Соның ішінде өзіміздің жергілікті өлкетанушыларымыз,
Жайсаң ағамыздан бастап Дәметкен Досмұханқызы бар, Равиль Мажитовтан, одан кейін Мақсат Тәжмұрат ағамыз бар, Өмірзақ Озғанбаев ағамыз секілді өте тарихшыларымыз өздерінің жазған еңбектерін барлығына деген қолтаңбаларыменен өздеріндегі бар жәдігерлерімен бөлісіп отырған. Солай біздің қорымыз жинақталған. Өкінішке орай қазіргі таңда архивте осы материалдар қолға берілмейді екен. Бұл біздің бір әттеген айтысымыз. Себебі кіруге рұқсат берілді, бірақ ол материалды алып шығуға рұқсат жоқ. Осы жерде бізге түсініспеушілік пайда болады. Неге тарихшы немесе ғалым немесе маман кіріп тұр архивқа, ол құжатты ала алмайды? Егер ол құпия құжат болмаса, қолға берілетін құжат болса, неге бізде ала алмаймыз деген сұрақ көпті мазалайды. Енді осы мәселені біздің комиссиямыз алдағы уақытта шешеді деген үлкен үміттеміз. Осы шешілсе, ал бұнда біздің алаш қайраткерлеріне тиесілі томдаған құжаттар әлі де архивта жатыр. Сол құжаттар біздің қолымызға тисе деп армандаймыз. Олар кітап болып шықса деп армандаймыз. Сондықтан да атқаратын қызмет шыны керек жаңа басталып жатыр деген ойдамыз. Рахмет. Дегенмен де ең құнды құжат қандай құжат деп айта аласыз? Ең құнды құжат бұл мен өзім тапқан құжатым. Бұл 84 беттен тұратын Мәскеу архивынан түскен соңғы Жаһанша Досмұхамедұлының Атылар алдындағы 84 беттен тұратын тергеу құжаттары. Бұл құжатты біздер аударма жасадық. Одан кейін 17-ші жылы үлкен осы Алашты Орданың 100 жылдығына қарсы біздер үлкен жұмыстар атқардық, экспедициялар жасадық, өздеріңізге бардық, деген сияқты Мәскеуге бардық. Содан кейін үлкен конференциялар өткіздік. Сол жұмыстардың барлығын жинақталып, біздер мынандай Алаш аманаты деген шағын жинақ шығардық. Соның ішіне салдық аудармасыменен. Осы құжаттың ішінде өте көп нәрсе бар. Біріншіден Жаһанша Досмұхамедұлының тергеудің алдында отырып, қасқая тұрып, қаншалықты жауап бергенін айтуға болады. Себебі ол кісі ешқандай тергеуден қорықпастан, өзін сондай салмақты ұстап, соттауға ал үйден алып кеткен кезде ол кісі инсульт соғып түскен түрмеге. Енді көп біздерге дейін жұмбақ болып келген, біздер Бутырка түрмесінен деп айтып келдік, ол кісі Таганска түрмесінен түскен деп анықталды. Осындай дүниелерді көп деп айтуға болады. Ол кісінің әйелі білесіздер, атақты Ольга Колосовская, ол кісі Тұрар Рысқұловпен бажа, өзінің Мәскеуде тұрған үйін көрдік. Оның ішіне кірген азаматтарымыз да бар. Сыртында деген белгі де орнатылды, тағы бір белгі орнатқымыз келеді. Өздері сол жерде бір шағын белгі орнатты, мәскеуліктердің орнатқан белгісі. Ал енді Қазақстаннан мемориальный тақта орнату біздің арманымыз. Осы құжаттың ішінен біздер Ольга апамыз туралы да көп мәліметті білдік. Олардың үйлерін Рысқұловқа қайтадан табыстағанын білдік. Атыларының алдындағы барлық деректерге ол кісі өзінің ақыл есі дұрыс және жан-жақты ойланып жауап бергенін көрдік. Сөйтіп біз Жаһаншаның тағы бір қырын бейнесін білеміз. Ол кісі аудармашылықпен де айналысқан, Сәбит Мұқановтың романдарын аударған. Содан келген Ресейдің шығаратын полиграф сервистерінен хат келген, яғни телефонограмма. Сіздің қолжазбаңыз дайын, алып кетіңіз деген сияқты жазбалар да бар. Рахмет. Енді Жаһанша атамыздың өмірі ол жеке бір үлкен тақырып қой. Енді жаңа біз сіздердің музейлеріңізден көрген жәдігерлер тұр. Ол жәдігерлер алаш қайраткерлерінің пайдаланған заты ма? Ол қайдан келді сіздерге? Осыған тоқталсаңыз. Алаш қайраткерлерінің жәдігерлерінің ішінде ең көнесі Жаһанша Досмұхамедұлының Мәскеудегі тұрған үйінен түскен кілем бар бізде. 64-ші жылы ол кілемді бізге Оралға Қанипа деген апайға беріп жіберген. Осы Ольга апамыз 50 жыл сақталған кілемді біздің музейге 18-ші жылы тапсырған болатын. Одан кейін біздерде деген скрипка тұр. Бұл скрипка бізде құрылтай өткен болатын 18-ші жылы мамыр айында 3 күндік құрылтай. Бұл Иван Федяниннің трактирінде өтеді, орыс ағамыздан. Қазіргі таңда олардың ұрпақтары бар, 250 жылдық династиясы бар, мұғалімдер әулеті. Сол кісілердің ойында өткен жиналыстан кейін бұл кісі скрипкада ойнап береді. Сол жиналысқа қатысқан барлық қазіреттер бар, Бақытжан Қаратаев секілді, болмаса Жаһанша Халилдер секілді барлық алаштың беттес бар қаймақтары қатысқан, 100-ден астам адам қатысқан құрылтайда біткеннен кейін осы скрипкада ойнап беріледі де, сол скрипка сақталып қалады отбасында. 100 жыл өткеннен кейін 2018 жылы біздің музейімізге табысталды. Бұл скрипканың үні сол кездегі алаш қайраткерлерінің құлағында кетті. Өткен дәуір мен қазіргі дәуірді байланыстырып тұрған, солардан кетіп тұрған, үнді жеткізіп тұрған бұл қоңыр аспап бүгінгі таңда біздің музейдің құнды жәдігері. Одан қала берді, енді
Омардың салығының кілемі бар, бізде Омаров салық Сырым батырдың ұрпағы болып келеді. Бізде болыс болған Қаракебеде 7 делегат болып съезге қатысты, соның біреуі және бірегейі деп айтуға болады. Бізде тұлғалар өте көп, бірақ тұтынған жәдігерлері там-тұмдап санаулы, бірақ санаулы болғанның өзінде де құнды ең деген бірнеше жәдігерлеріміз бар. Қалғанын енді біздің сол дәуірге тиесілі етіп және соған лайықтап сол жылдары пайдаланылған, мысалға Кузнецов ыдыстар, миналар, дивандар, тағы басқа вендік орындықтар бұл енді көп жерде қайталанатын дүниелер болып келеді. Жақсы, рахмет. 2 минут уақытымыз қалған екен. Менде мынандай сұрақ, жаңа музейден көзім шалып қалды. Лениннің 50 жасы деген алаш қайраткері кім? Байқай алмадым, мақаласы тұр. Жалпы сіздердің қорларыңызда қандай басылымдар сақталған сол кездегі? Менде қазір Бачаговтың жинағы бар, 27-ші жылы Қызылордадан шыққан. Енді ол деген білесіздер, кішкене Алашорданы теріс бағытта жазды, бірақ та үкіметтің құрылуы, жалпы негізгі бағытын жазып қалдырды. Жалпы тарихшылардың құнды дүниелерінің ішінен жинақтар өте көп. Тұрсын Жұртбай ағамыздікі бар, Хазірет Әлі Тұрсын ағайдікі бар, әр жылдарда шыққан материалдар бар, конференция материалдары. Жалпы түсінікті. Сіз жаңа сөзіңіздің басында Дәулетше Күсепқалиев дедіңіз, ол адам біздің Шығыс өңірінің тумасы. Біз сол адам туралы материалдар таба алмай жатқан жайымыз бар. Сіздерде бар ма материал? Иә, біраз ғантай ғана материалы бар. Ол кісінің ұрпақтары туралы жазылған журналдар бар. Кейбір сіздердегі шарт қойғансыздар өздеріңіз сайттарыңызда архив материалдары, сондай материалдарымыз бар. Кейінгі зерттеушілеріміздің шығарған жинақтар бар. Тағы бір осы тарихшыларымыз өзіміздің өлкеміздегі Дәулетше Күсепқалиевтің тақырыбымен айналысып жатқан ғалымдарымыз бар. Солардың кітабы шығады деген ойдамыз. Сол кішкене толық шыға ма деген үміттеміз. Жалпы Дәулетшақ туралы материалдар аз да болса бар. Жақсы, ауруханада қызмет жасаған ғой, алғашқы дәрігерлеріміз туралы өте көп топтама бар. Сондай дүниелер арқылы ол кісіні біздер жиі айтамыз. Дәулетшақ ағамыз ауруханада қызмет жасаған. Жалпы біздің ауруханамыз аудандық аурухана, ескі обаға қарсы күрес мекемесі 9-шы жылы салынған, және ол Алаш Арыстанның табаны деген асыл ғимарат. Сол жерде дәрігерлердің басы қосылып, үкіметтің жұмысынан бөлек жұмыс жасаған. Жаңағы Мәншүк Мәметованың әкесі бар, Дәулетшақ бар, Халел Досмұхамбетов бар, бәрінің мамандығы дәрігер. Бірақ үкіметпен дәрігерлік қызметті қатар алып жүрген. Айнагүл Мағауияқызы, қысқа нұсқа жақсы ақпарат алдық сізден. Сізге көп рахмет, алғысымызды тағы да айтамыз. Бізге берілген уақыт өзінің мәресіне жетті. Сонымен біз осы шарамызды аяқтауға тура келіп тұр. Құрметті қатысушылар, сіздерге алғысымыз шексіз. Қатысқандарыңызға көп рахмет. Бұл шара сақталынады. Алаш электронды кітапханасынан тағы да бір қайрат тыңдай аласыздар. Көп рахмет. Көріскенше. Қатысушыларға көп